Мен жануарлармен тіл табыса алатын маман болып жұмыс істеймін. Өйткені жануарлардың не айтып тұрғанын түсіне аламын. Сол себепті біздің клиникада клиент ешқашан үзілмейді. Бірақ сол күні құрбым жіберген дауысты хабарламаны тыңдап отырғанда телефонның арғы жағынан кішкентай иттің дауысы анық естілді. Қожайын, қожайын, тез қаш. Өкінішке қарай дыбыс тым шулы еді. Мен тек бірнеше сөзді ғана ажырата алдым. Бірнеше минуттан кейін құрбыма жауап жаздым. Шамамен 10 минут өткен соң, бәрі жақсы, біз итпен ойнап жүрдік деп қайтарды. Сол кеште үйге келіп есікке кіре бергенімде бір оғаш нәрсе көзіме түсті. Есіктің құлпы сынған екен. Дәл сол сәтте іштен қатты үрген дауыс естілді. Қожайын қаш, сені өлтіргісі келетін біреу бар. Күтпеген айқайдан орнымда қатып қалдым. Қозғалуға да дәрменім жетпеді. Вонсаны мен 2 жыл бұрын клиникадан асырап алғанмын. Ол әрдайым сабырлы, тыныш болатын, тіпті қатты ашыққанда да жай ғана қасыма келіп еркелейді. Ал бүгін неге мені көре сала жанталаса үріп жатыр? Шынымен бірдеңе сезгені ме? Осы сәтте жақында ғана теледидардан көрген жаңалық есіме түсті. Соңғы кезде жалғыз тұратын әйелдерді аңдып жүретін сериялық қылмыскер пайда болған еді. Ол өзін кез келген маман ретінде таныстыра алады екен. Сосын құрбанын ұзақ бақылап шабуылға ыңғайлы сәтті күтеді. Осыны ойлаған бойда жаңа ғана теле бастаған телефон нөмірін бірден өшіріп тастадым. Бұл нөмірде бір күмән бар еді. Мен қала сыртындағы жаңа үйде тұратынмын. Құрылыс жуырда ғана аяқталған. Ал бүгін есігіме құлып ашу қызметінің жарнамасы жабыстырылыпты. Ең қорқыныштысы, сол жарнама пайда болғаннан кейін құлпым бірден істен шықты. Бұл жай ғана сәйкестік пе? Әлде ол шынымен жаңалықтағы қылмыскер ме? Осы ойлармен тұрғанда телефоным кенет шыр ете қалды. Экранға қарасам, жаңа ғана терген номер. Мен бірден телефонды дыбыссыз режимге қойып, лифтке жүгірдім де шақыру түймесін бастым. 10 секунд өтті, лифт әлі 1-ші қабатта тұр. Біреу әдейі есікті ашып ұстап тұрған жоқ па? Жоқ, бұлай болмайды. Маған тезірек кету керек. Мен бұрылып баспалдаққа қарай жүгірдім, бірақ бірнеше қадам жасағанда төменнен анық аяқ дыбысы шықты. Төменге қарасам, қолында телефоны бар қара силуэт баспалдақпен жоғары көтеріліп келе жатыр, бірақ жүзін көру мүмкін емес. Осы сәтте мені нағыз үрей биледі. Өйткені бұл подъезде бар болғаны 3 отбасы ғана тұрады. Мен бір қабат менен жоғары тұратын құрбым, және 5-ші қабатта егде жастағы әйел тұрады. Ал әлгі адам 1-ші қабаттан баспалдақпен қалай көтеріліп келеді. Аяқ дыбысы жақындаған сайын жүрегім кеудеме сыймай соға бастады. Ол лифтті бұғаттап менің есігімнің құлпын әдейі сындырған. Демек ол мені іздеп келген. Жоқ, мұнда тұрып күте алмаймын. Егер басқа амал қалмаса, жоғарға шығамын. Мен қазір 11-ші қабаттамын. Жоғары көтерілу осы жерде қалудан әлдеқайда қауіпсіз. Оның үстіне 12-ші қабатта менің құрбым тұрады. Соның үйіне барып паналай аламын. Барлық пәтерлер темірден жасалған, бұзуға төзімді есіктермен жабдықталған. Осыны ойлап мен еш ойланбастан жоғары қарай тұра жүгірдім. Лен-Леннің есігінің алдына жеткен бойда оған хабарлама жаздым. Лен-Лен, үйдесің бе? Саған кірсем бола ма? Лен-Лен өте қорқақ адам болатын, сондықтан бәрін бірден айтуға жүрегім дауаламады. Кездескен соң бәрін түсіндіремін деп шештім. Көп ұзамай жауап келді. Жұмыстан келдің бе? Мен де жаңа ғана шықтым. Мен сенің есігің алдында тұрмын. Қазір душта едім, сәл күте тұр. Жарайды, мен саған балмұзда алып келдім, тезірек шық. Лен-Лен тамақты қатты жақсы көретін. Осылайша оны тездетемін деп ойладым. Шынында да жауабы бірден келді. Жақсы, қазір шығам. Сол сәтте Лен-Леннің пәтерінен дыбыс шықты. Бірақ келесі мезетте иттің үрген дауысы естілді. Қожайын, тұр, ұйықтама. Бұл дауысты естігенде жүрегім аузыма тығылды. Сол сәтте құрбымның жұмыстан шығар алдында жіберген дауысты хабарламасы есіме түсті. Онда ит дәл осылай мазасызданып үрген еді. Ит үрген сәтте кіреберістегі қозғалысқа сезімтал шам жанды. Сонда мен Лен-Леннің есігінде де дәл менікіндей құлып ашу қызметінің жарнамасы жабыстырылғанын көрдім. Ойланып тұруға уақыт болмады. Мен жоғары қарай қайтадан жүгіріп жөнелдім. Лен-Лен тамақты жақсы көргенімен күн сайын кешкісін белгілі бір уақытта жүгіруге шығатын. Ал маған жаңа ғана жазған хабарламасы да дәл оның жүгірістен қайтатын уақытына сәйкес келіп тұр. Демек ол үйіне келіп, құлпының сынғанын көріп, сол нөмірге хабарласқан болуы мүмкін. Ал иттің не айтып тұрғанын түсінбеген Лен-Ленді артынан келген әлгі қылмыскер өлтірген. Маған жауап берген адам Лен-Лен емес, сол кісі өлтіруші болуы мүмкін.
Осыны толық түсінген сәтте бойымдағы адреналин шарықтап, мен бұрынғыдан да жылдам жүгіре бастадым. Егер шатырға жетсем, аман қалуға мүмкіндігім бар. Шатыр кең, қоқыс көп, тығылуға болады. Сол жерден полиция шақырамын. Әйтеуір шатыр есігіне жеттім, бірақ ол қалың темір шыншырмен бекітілген. Қалайша, әдетте ешқашан жабылмайтын есік неге дәл бүгін жабық? Мұны да әлгі қылмыскер алдын ала дайындады ма? Аяғым дірілдеп кетті. Дәл сол сәтте телефоным дір етті. Хабарламада: "Сен әлі есіктің алдындасың ба? Мен қазір барамын." Бұл мені мазақ етіп тұр. Әзер дегенде өзімді қолға алып қайтадан 12-ші қабатқа түстім. Бірақ есік алдындағы қоқыс жәшіктерін көріп, тығылатын орын емес екенін түсіндім. Аяқ дыбысы жақындап келеді. Әр қадам жүрегіме балғадай соғылды. Сол кезде Ленненнің үйінен үлкен ақ иттің әлсіз дыбысы естілді. Мен еңкейіп есікке сыбырлап сөйледім: "Бұл мен, Ленненнің құрбысы, есікті ашшы." Мен бұрын оны аздап үйреткенмін, қарапайым бұйрықтарды түсінетін. Көп ұзамай есіктің тырнағаны естілді. Шық еткен дыбыс шықты. Есік ашылды. Мен ішке кіріп, есікті іштен бірден бекіттім. Тек сол сәтте ғана еденде қанға боялған денені көрдім. Бұл Ленн еді. Осы сәтте мен есіктің арғы жағынан біреудің аяқ дыбыстарын естідім. Мен бірден тынысымды ішіме тартып, дем алмай қалдым. Есік көшесіне жақындап сыртқа қарадым да, есік алдына қара спорттық киім киген арықша ер адам тұрғанын көрдім. Басында шапка, бетінде маска, көзінде күннен қорғайтын көзілдірік. Ең қорқыныштысы, оның қолында қанға боялған бұраушы бар еді. Одан әлі де қан тамшылары ағып тұр. Ер адам 12-ші қабатқа көтерілген соң бірден қоқыс жәшігіне барып, оны ашып ішіне үңілді де қайтадан жоғары қарай кетіп қалды. Сірә мен уақытша қауіпсіз сияқтымын. Мен еріксіз жеңілдем алып, полиция шақыру үшін телефонымды алмақ болдым. Бірақ дәл сол сәтте телефонды қосқаным сол еді, хабарлама келді. Бұл хабарлама құлыпты бұзуға тырысқан әлгі ер адамның нөмірінен екен. "Сен қазір 1201-ші пәтердесің." Осыны қойған сәтте арқамнан суық жүгіріп өткендей болды. Ал келесі SMS-ті тіпті бұдан да қатты шошытты. "Тез қаш, 1200-ші бірде кісі өлтіруші бар." Осы мезетте арт жағымнан әлде бір сыбырды естідім. Мен дереу тізерлеп отырып артыма бұрылдым. Бақытыма орай алдымда ит тұр екен. Ол бірдеңені сүйреп келе жатып, сол дыбыс шығарған екен. Осы кезде тағы бір хабарлама келді. "Мен шындап айтып тұрмын, сенде әлі қашып үлгеруге уақыт бар. 1901-ші пәтерде расымен кісі өлтіруші бар." Осы хабарламаны көріп мен еріксіз мысқылдап күліп жібердім. Қызық екен. Мені 3 жасар баладай оңай алдауға болады деп ойлағаныма, мен сенімдімін. Егер қазір еш дыбыс шығармай отырсам, сырттағы да менің қайда екенімді біле алмайды. Жасырына алатын жалғыз орын шкаф еді. Ойланбастан бірден шкафтың ішіне кіріп кеттім. Бірақ есігін жапқаным сол еді, бір жақтан есік ашылған дыбыс естілді. Сырттағы кісіде кілт бар ма сонда? Бұл дыбыс тым жақын. Көбірек ванна бөлмесінен шығып тұрған сияқты. Леннің үйінде шынымен біреу бар ма? Әлде әлгі хабарлама рас болғаны ма? Мен бұл туралы дұрыстап ойланып үлгермей жатып, телефоныма тағы бір хабарлама келді. Бұл жолы Леннің телефонынан. Мен жуынып болдым. "Сен әлі менің үйімнің сыртындасың ғой." Осы сәтте бұл хабарламаны үйдің ішінде жүрген кісі өлтіруші жазып отырғанына сенімді болдым. Мен асығыс жауап бердім. "Мен үйіме кетіп қалдым. Жай ғана сені ұзақ күтіп қалған едім." Осы сәтте мен бұл хабарламаны маған үйдің ішінде жүрген кісі өлтіруші жазып отырғанына дерлік сенімді болдым. "Қазір барамын, ал сен қай қабатта тұрасың?" "Қандай доссың өзі? Менің қайда тұратынымды да ұмыттың ба? Сен шынымен Леннсің бе? Мен жай ғана сәл ішіп қойдым, басым айналып тұр." "Саған азырақ ішкен дұрыс еді. Мен 701-ші пәтердемін. Тезірек кел." "Жарайды, қазір барамын." Осы соңғы хабарламаны алған сәттен ақ мен сырттан аяқ дыбыстарын естіп, олардың кіреберіске қарай бет алғанын байқадым. Бірақ әлгі ер адам кіреберісте тоқтап қалған сияқты. Мен оның есікті ашуын күтіп тұрдым. Оның орнына телефоныма тағы бір хабарлама келді. "Мені күте тұр, үйіме біреу кіріп кеткен сияқты." Ол мені байқап қалды ма? Осы сәтте мен жаңа кірген есік маңындағы қанға байқамай басып кеткенімді есіме түсірдім. Осыны ойлап, мен дереу шкафқа тығылып төсектің астына кіріп кеттім. Дәл сол сәтте сырттан сабырлы, созылыңқы дауыс естілді. "Сен менің үйіме келдің ғой, иә? Қайда тығылғаныңды тауып көрейін." Сырттағы ер адамның дауысы зұлым әрі үрейлі еді.
Жақсылап тығылуға тырыс, әйтпесе мен сені тапсам, өлімнен де жаман болады. Осы кезде ер адам жатын бөлмеге кіріп, киім ілетін бөлмеге жақындады. Сен шкафтың ішінде тығылып отырсың ғой, иә? Келесі сәтте ол шкафтың есігін жұлып ашты, бірақ мен ол жерде жоқ едім. Мен айқайлап жібермеу үшін аузымды қолыммен қатты басып отырдым. Тіпті ауадан алкогольдің иісі де сезілді. Абырой болғанда ол мені таппады. Көзіме түспей-ақ қой, әйтпесе сені тірідей сыпырамын. Ер адам жатын бөлмеден алыстаған соң мен тез арада телефонымды алып полицияға дабыл жібердім. Бірнеше секундтан кейін полициядан жауап келді. Біздің келгенімізше қауіпсіздігіңді қамтамасыз етіңіз. Осы кезде жатын бөлменің сыртындағы қонақ бөлмеден әлгі ер адамның заттарды ақтарып жатқан дыбыстары естіліп тұрды. Ол сырттағыны түгел тексеріп болған соң міндетті түрде қайтадан осында келеді. Маған тезірек қашудың жолын табу керек. Дәл солай, терезе. Осыны ойлап мен абайлап төсектің астынан шығып терезеге жақындадым. Егер кондиционердің сыртқы блогы арқылы су ағатын құбырға өтсем, бәлкім бір қабат төмен түсе алармын. Бұл өте қауіпті, бірақ аман қалудың жалғыз жолы осы сияқты. Жоқ, тағы бір ой келді. Бір туфлиімді кондиционердің үстіне қойып, екіншісін төменге тастау. Терезеден құлап кеткендей көрініс жасауым керек. Ер адам тексеруге шыққанда мен білдірмей қашып кетемін. Қайтадан төсектің астына кіріп кеттім. Сырттан ер адамның айқайы естілді. Бұл сұмырай шынымен қашып кеткен бе? Сол сәтте иттің үрген дауысы шықты. Одан кейін сыртта қатты арпалыстың дыбыстары естілді. Көп ұзамай сырттағы төбелестің дауысы басылды. Итке бір нәрсе болған сияқты. Мен көз жасымды әрең тыйып тұрдым. Енді тек полиция күткенше күту ғана қалды. Сол кезде ғана қауіпсіз боламын. Осы сәтте маған тағы бір хабарлама келді. 102-ші бірде бірдеңе болып жатыр. Неге сонша шу? Бұл кісі өлтіруші есінен адасқан. Дәл сол сәтте сырттан есік қоңырау соғылды. Сосын есік ашылды. Айқайда жоқ, төбелесте жоқ. Жоқ, бірдеңе дұрыс емес. Неге мүлде дыбыс шықпай қалды? Қылмыскерді есік алдында тұтқиылдап ұстап алғаны ма? Жоқ, бұлай болмайды. Маған тез арада бұл жерден кету керек. Бірақ мен бөлменің есігіне жақындай бергенімде бір сөйлемді естіп қалдым. Ол қашып кетпегеніне сенімдісің бе? Иә, ол әлі де үйінің ішінде болу керек. Мен үйдің бәрін тінтіп шықтым. Ол хабарламаны шынымен де сол жіберген. Демек, кісі өлтіруші үйдің ішінде, және олар сыбайлас. Бірге жүрген құрбымның кісі өлтірушімен бірігіп кеткенін елестете алмадым. Олардың әңгімесін естігенде ойым астан-кестен болды. Мен дереу кейін шегініп, қайтадан төсектің астына кіріп кеттім. Мен әлі дұрыстап орнығып үлгермей жатып, олар бөлмеге кіріп келді. Алдымен ер адам сөйледі. Бұл терезе қашан ашылды? Жаңа ғана жабық тұрғандай еді. Осыны айтып, ол терезеге жақындады. Ол шынымен құлап кетті ме? Егер ол расымен өлсе, енді не істейміз? Осылай деп айта отырып, ол терезе алдына шықты. Келесі сәтте жантүршігерлік айқай естілді. Көшеден ауыр дененің құлаған дауысы шықты. Өлтірушіні төмен итеріп жіберген екен. Бұл қалай мүмкін? Олар сыбайлас емес пе? Келесі сәтте бөлмеде таныс дауыс естілді. Жаман адам өлді, енді шыға берсең болады. Бұл Лен-Лен бе? Бұл шынымен Лен-Леннің дауысы ма? Бірақ егер ол өлмеген болса, онда есіктің сыртында жатқан адам кім? Және егер ол тірі болса, неге басынан бері менімен өз атымен сөйлеспеді? Мен сенің осында екеніңді білемін, қорықпа, шық. Мен саған зиян келтірмеймін. Лен-Леннің дауысы әдеттегідей жұмсақ еді. Мен сәл есеңгіреп қалдым. Әрі не болып жатқанын ұғып үлгермей жатып, бөлмеге ит те жүгіріп кірді. Қожайын, сіз амансыз ба? Бұл қандай жақсы. Кішкентайым, тірісің ғой, қандай керемет. Шынымен де Лен-Лен кінәсіз бе? Бірақ келесі сәтте ауыр соққы менің барлық үмітімді күл-талқан етті. Иттің бас сүйегі жарылды. Ол жерге құлады. Ал мен төсектің астында қорқыныштан есімнен танып қала жаздадым. Бұл қалай? Бұл мүмкін бе? Лен-Лен бәрімізді өлтірмек пе? Міндетті түрде бұл жерден шығуым керек. Мен төсектің астынан ақырын шығып, қасымда тұрған сөрені жұлып алып, бар күшімен Лен-Ленге лақтырып жібердім де, оны құлатып кеттім. Мен есіктен атып шыққанда іштен Лен-Леннің айқайы естілді. Сен құрыдың, мен сені өлтіремін, құтыла алмайсың. Шын мәнінде менде қашатын жер жоқ еді. Мен тек төмен түсе алатынмын. Егер Лен-Лен бәрін алдын ала дайындап шатырдың есігін жауып тастаған болса, бірінші қабатта жабық болу әбден мүмкін еді. Ал лифт бұл менің жалғыз үмітім еді.
Мен тәуекелге бел будым. Егер лифт осы уақытқа дейін бірінші қабатта тұрып қалса, демек бірдеңе кедергі жасап тұр. Бәлкім ол әлі де істеп тұрған шығар. Лифтті пайдаланып, Лен-Ленді алдап, полиция келгенше шыдап тұра аламын. Бірақ дәл сол жерде біреудің сұлбасын көріп қалдым. Менің даусымды естігенде әлгі адам баяу бұрылды. Мен оны таныдым. Бұл 5-ші қабатта тұратын әженің немересі Юань еді. Осы сәтте ол қауіптің дәл жанында екенін мүлден қармағандай көрінді. Сірә ол бір кештен енді ғана қайтып келген сияқты. Өте сәнді киініп алған. Ең көзге түскені арқасындағы алып көбелек қанаттары болды. Белгісіз бір күш мені жөнелтіп, Лен-Ленмен бірге өткізген жақсы күндерді еріксіз еске түсірдім. Екеуміз де кішкентай қаладан шыққан студенттер едік. Осы сәтте мен артымнан баспалдақта анық естілген аяқ дыбыстарын естідім де өз-өзіме әрең келдім. Лен-Лен бізге жақындап қалған екен. Юань, кетейік, лифтке мінген соң сөйлесеміз. Осыны айтып, не болып жатқанын әлі түсінбей тұрған Юань қолымнан ұстап лифтке қарай жөнелдім. Сол кезде ғана байқадым, лифт осы уақыттың бәрінде 1-ші қабатта тұрып қалған екен, себебі есігін картон қорап тіреп тұр екен. Мен лифтке секіріп кіріп, қорапты алып тастадым да ең жоғарғы қабаттың түймесін бастым. Есіктер жабылатын сәтте сырттан Лен-Леннің айқайы естілді. Мен сені өлтіремін. Лен-Лен лифттің есігін бар күшімен ұрғылады, бірақ бақытымызға орай лифт жоғары көтеріле бастады. Осы кезде мен Юань-ға болған жағдайды тез-тез түсіндіріп бердім. Юань әбден абдырап қалған еді, бірақ бір нәрсені анық түсінді. Біреу бізді қуып келеді және ол өлтіргісі келеді. Лифт өте жылдам қозғалды, 15 секундқа жетпей біз ең жоғарғы қабатқа жеттік. Бірақ мен лифттен шықпадым. Есіктерді ашу түймесін басып тұрып, лифтті жоғарғы қабатта ұстап қалдым да есікке жабысып сырттағы дыбыстарды тыңдай бастадым. Егер Лен-Лен жоғары көтерілсе, мен есікті жауып лифттен төмен түсіп кетемін деп ойладым. Алайда көп ұзамай бір нәрсені дұрыс еместігін түсіндім. Егер Лен-Лен әр қабатқа лифт шақыру түймесін басып шықса, мен қазір есікті жапсам да лифт бәрібір келесі қабатта тоқтайды. Сол уақыттың өзі оған маған шабуыл жасауға жеткілікті емес пе? Лифттің дабыл сигналы қайта-қайта шыңғырды. Дәл өлімнің өзі мені қуып келе жатқандай болды. Қорқыныштан қалтырап, мен лифт қабырғасын бар күшімен ұрдым. Кабина сәл теңселіп кетті. Менің де бір ойым бар дедім. Біз суды пайдаланып, лифтті істен шығара аламыз. Қораптың ішінде су бар. Дәл солай, егер лифт бұзылса, есік ашылмайды. Төменен Лен-Леннің дауысы тағы да естілді. Бұл жолы сен қашып құтыла алмайсың. Мен есікті ашу түймесін бастым да, есіктер жабылған сәтте түймелер панеліне суды шашып жібердім. Қатты сарт еткен дыбыс шықты да лифт іші қап-қара түнекке айналды. Сол сәтте сырттан Лен-Леннің ашулы айқайы естілді. Енді қайда қашасың, есікті аш. Бұл лифтке не болды өзі? Не істедің сен? Бірақ бір сәтте лифт есігі арт жағындағы айқай кенет тынды да айналаны қорқынышты тыныштық басты. 1 минуттай уақыт өткен соң ғана есік сыртынан біреудің аяқ дыбыстары естіліп, ауада өткір жағымсыз иіс сезілді. Сол сәтте бәрін түсіндім. Жағдай өте жаман еді. Бұл бензин. Лен-Лен мені бензинмен тірідей өртемек. Үмітсіздік толқыны мені басып кетті. Біз шынымен осында өлеміз бе? Біз әбден тығырыққа тіркелген сәтте сырттан бір шу естілді. Жіберіңдер мені, жіберіңдер. Тағы бір қадам ғана қалғанда бәрі бітетін еді. Сол кезде полиция келген екен. Көп ұзамай бізді де босатып алды. Кейін полицияның тергеуінен соң біз мынаны білдік. Мені өлтірмек болған адам біз білетін Лен-Лен емес екен. Шын мәнінде Лен-Леннің басынан-ақ Шан-Шан атты егіз әпкесі болған. Оларды бала кезінде 2 түрлі отбасы асырап алған екен. Лен-Ленді қаладағы мұғалімдер отбасы асырап алса, Шан-Шанды шалғай ауылдағы отбасы қабылдаған. Алғашында асырап алған ата-анасы оған жақсы қараған, бірақ ұл туғаннан кейін бәрі өзгерген. Үй мен егістіктегі барлық ауыр жұмыс оның мойнына түскен. Ол жиі аш жүрген. Содан кейін Шан-Шан мүлде тұйық, өзіне сенімсіз болып кеткен. Бірнеше жыл ғана оқып, ол қалаға жұмысқа істеуге кеткен. Бірақ тіпті сол кезде де оның айлық жалақысының көп бөлігін асырап алған ата-анасы алып отырған. Ұзақ уақытты қорлық пен қысымға шыдамаған Шан-Шан бір күні адам өлтіруді ойлап, асырап алған ата-анасы мен олардың отбасына ұйықтататын дәрі қосып берген. Барлығы әшкереленген соң Шан-Шан ауылдан қашып кеткен. Ал үлкен қалаға келген алғаш күні-ақ
өзін туған егізі Ленинмен кездескен. Ленин оның бір күн бойы қалада қыдыртып, бұрын тек армандаған заттарының бәрін сатып әперіп, мүлде басқа әлемді көрсеткен. Шаншан Лениннің өміріне қатты қызғанышпен қараған, және сол өмірді өзі де иеленгісі келген. Сондықтан Ленинді өлтіруді ойлаған. Сырт келбеттері өте ұқсайды. Сол себепті Шаншан көмекші тауып, Ленинді өлтіріп, оны әшкереленуден қорқып, өзіне қол жұмсағандай етіп көрсетпек болды. Ал мен Лениннің ең жақын құрбысы, әрі ең сенімді адамы. Орнын ауыстыру ешкімге білінбес үшін міндетті түрде жойылуым керек еді. Алайда процесс барысында Шаншан райынан қайтып, бәрін өлтіріп, ешкімге шындықты аштырмауды шешкен. Сөйтіп ол өз сыбайласы Джонгуйді баспалдақтан итеріп жіберген.